Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Менің есімім Алия. Мен сіздерге бүгінгі таңда не тоқып жатқанымды көрсете кетейін деп отырмын. Ол мынандай кардиган, басы ғана. Бабушкин квадраттан, бабушкин шестиугольник қылдыртып, былай 6 бұрыш жасап тоқылатын кардиган. Ютубта мастер-класстар өте көп, бәлкім көрген боларсыздар. Осы кардиганды сенбей шығарсыздар, мен бір ай болып тоқып жатқаныма. Әлі бітіре алмай жатырмын. Өте ұзақ тоқылып жатыр, жай тоқылып жатыр. Кешкісін андай сериал көріп отырып, жаймендеп жылжытып жүрмін. Негізі үлкен оверсайз кардиган тоқығым келген. Қазір енді білмеймін, шыдамым жетсе үлкен кардиган тоқимын әрине. Шыдам жетпесе өзімнің қыздарыма кішкентай бір кардиган тоқитын шығармын деп отырмын. Бұл қазіргі менің жылжытып жатқан осындай жұмысым, осы кардиган тоқып жүрмін. Кейінгі кезде білмеймін не екенін, тоқуға мүлдем желание болмай кетті. Оған себеп жібім бітіп жатыр. Вроде бы бір айда өткен жоқ, 46 мыңға жіпке тапсырыс беріп едім. Бірақ уже жібім таусылып жатыр. Артқы фонда дауыстар шығып жатса мән бермеңіздер. Қасымда кішкентай қызым жатыр. Бүгін біз ровно 6 ай болдық. Сол жібім таусылып жатқаннан кейін болар бәлкім. Именно ойыншық тоқуға мүлде андай бір тартылыс болмай кетті. Қазір аздан кейін жіпке барамыз, қызым екеуміз. Содан кейін сіздерге алған жіптерімді көрсетемін. Так скажем, кішігірім распаковка жасаймыз. Негізі жіптерді біраздан бері Wildberries-тен тек доставкамен алдыртып жүрген болатын. Өйткені маған ол ыңғайлы да. Жақында босанғаннан кейін, кішкентай қызым болғаннан кейін барып емес, үйге дейін доставкамен келген маған ыңғайлы болды. Сондықтан мен Wildberries-тен доставкамен біраз жіпті алдыртып жүрдім. Бірақ WhatsApp-та қолөнершілер, тоқымашылардың өзінің чат бар, группа. Сол жерге мен жіберген болатын. Менің алған жібімді көп тоқымашы мастерлер қымбатқа аласыз деп айтып жатыр. Ол бәлкім рас шығар. Мен бір ярна джинс мотогының өзін 940 теңгеге заказ беріппін. Бәлкім ол қымбат болар. Бірақ маған ол ыңғайлы болды. Өйткені ол доставка. Прямо үйге дейін әкеп тастайды. Доставкасы бесплатно. 5 мыңнан ба, 6 мыңнан ба асса, доставка менде бесплатно. Үйге дейін прям курьер әкеп тастайды. Сол ыңғайлы болды. Барып жүрмейтін. Ал енді қазір қызыммен, коляскамен қыдырып Артемға дейін барып жіпті өзім ұстап көріп алмақшымын. Біраздан бері жіпті ұстап көріп алмап едім. Сондықтан қазір барып алайын деп отырмын. Ал сіздерше, сіздерде доставкамен алған жақсы көресіздер ме? Әлде ұстап көріп, жұмсақ па жоқ па, қалың ба жоқ па деген секілді жіпті тактильное ощущение болады ғой бізде тоқымашыларда. Сөйтіп ұстап көріп алған жақсы көресіздер ме? Комментарийге жаза кетіңіздер. Ал қазір енді жіпті алғаннан кейін мен сіздерге жіптерімді көрсететін боламын. Ал қазір сіздермен пока сау болыңыздар деймін. Уақытша. Тағы да сәлеметсіздер ме? Сіздер үшін 1 секунд қана өтті, мен үшін бірнеше сағат өтті. Мен кіші қызыммен бірге жіпке барып келдім. Артқы фондағы дауыстарға мән бермеңіздер, кішкентай қызым ойнап жатыр. Соны дауыстар шығуы мүмкін. Енді мен сіздерге сатып алған жіптерімді көрсете кетейін деп отырмын. Бірақ өкінішке орай мен қазір сіздерге әр жіптің бағасын бөлек-бөлек айта алмаймын, өйткені ұмытып қалдым. Ал Артемда былай чек бермейді. Артемнан жіп алғандарыңыз болса білетін шығарсыздар. Мен общий суммасын айта кетейін. Бүгінгі алған барлық жібімнің общий суммасы 20.150 теңге болды. Ал бөлек-бөлек бағасын өкінішке орай айта алмаймын, өйткені ұмытып қалдым, біраз жіп алдым. Міне бірінші жібіміз Mandala Sparkle Eclat деген жіп. Мен бұл жіпті бірінші рет алып тұрмын. Бұл жіп
100 граммда 300 метр. Міне 100% акрил. Бұнда 2 моток жіп алдым. Мен бұл жіптен бірінші тоқып көрейін деп отырмын. Бұрын бұндай жіпті алып көрмегенмін. Міне осындай 2 жіп алдым. Сосын Alize Softy алдым. Мен бұрын Alize Softy мен тоқып көргем. Бірақ одан біраз уақыт өтіп кетті. Негізі бұл жіппен тоқу қиын, плюштан да қиын. Бұл мен тоққан кезде бұл жіппен тоқып көрген қыз-келіншектер білетін шығар. Бұнымен тоқсаңыздар вообще петелькалар көрінбейді. Бірақ тағы да алдым. Alize Softy қоңыр, прям қонжықтың цветі, әдемі сондай. Мынандай молочный 2 цвет алдым. Alize Softy'дан 4 моток алдым. Әрине плюшка. Өзімнің любимый Once Bunny Baby'імді алып келдім. Бұл жерден да қонжықтың цветі. 3 моток. Осына 3 моток алып келдім. Және тоже біраздан бері алмаған Alize Cotton Gold алдым. Мынандай секциялық боялған. 100 граммда 330 метр. Бұл хлопковый пряжа. Бұл пряжанты бұл жіпті де білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Бұл жіптен мен мына 2 моток. И үшіншісі міне мынандай. Расцветкасы өте әдемі. Ертең сіздерге тоқыған бұйымдарымды көрсететін боламын міне. 3 моток Alize Cotton Gold алдым. 4 моток Alize Softy алдым. Mandala Sparkle дегенен 2 моток. Once Bunny Baby'дан қоңыр цветінен 3 моток. Мынандай светло-коричневый дейін ба, бежевый дейін ба, осындай Yarnar Dolce алдым. Yarnar Dolce'ні те алмағаныма негізі біраз уақыт болды. Осы Yarnar Dolce'нің және де Once Bunny Baby'дің, кстати, бағасы Артемдағы магазині бірдей болды. Ал нелерде Вайлдберристе доставкаға қарасаңыздар, мына Yarnar Dolce қымбаттау Once'қа қарағанда. Ой, бұл менің қызым дауыс қатты шығып кетті, мән бермеңіздер. Қызым жылап атқан жоқ, ол өзі солай ойнайды. Ойнап атқан дауысы. Міне тағы да жіп Paris Fashion деген. Бұрын бұл жіпті алғанмын. Бұл өте сондай жұмсақ, ощупқа күшті жіп негізі. Міне жазылмапты составта, метражда. Осылай ғана көрсете аламын сіздерге. Және мынандай жіп алдым. Alize Shell или қалай оқатыны. Люрикс бар ішінде. Жылтырлайды өте әдемі сондай жіп. Осына 1 моток алдым. Және де мен бүгін қоңыр цветті прям көп алыппын. Мынандай жіп алдым. Alize Cotton Gold Plus. Бұл да прям коричневый такой қоңыр қонжықтың түсі. Осына 2 моток алдым. Сосын мынандай жіп алдым. Alize Superlana Maxi. Бұл жіпті де бұрын тоқып көргенмін. Бұл да күшті. Негізі бұдан көбісі шапка или там кардиган сонағасы тоққан жақсы көреді. Ал мен бұл жіптерден ойыншық тоқимын. Ойыншық тоқып болғаннан кейін барлықтарыңызға көрсететін боламын қандай ойыншықтар шыққанын. Және тағы мынандай әдемі 1 моток жіп тауып алдым. Анталия Лили деген. Бұл жіпті мен бірінші рет алып тұрмын. Цвет прям андай бір өзбектің ұлттық киімдерінің цветіне ұқсайды. Осындай прикольный цвет. Осындай жіп алдым. Және де Vogue. Бұндай жіпті бұрын алып көргенмін. Бұл жіпте өте жұмсақ, әдемі жіп цветтері. Мұндай прям күздік цветі. Міне алған жібім барлығы осы. Сіздерге осы жіптерден тоқылған ойыншықтардың барлығын көрсететін боламын. Ал қазірше сау болыңыздар деймін. Қызым айқайлап жатыр, қызыма барайын. Бұл видеоны көріп жатқандарыңызға рахмет. Тағы да сәлеметсіздер ме? Менен кішігірім видео қосылым. Кеше мүлдем видео түсіре алмадым, кішкене ауырып қалдым. Бірақ аздап тоқыдым. Алдың күні мен сіздерге обзор жіпке көрсеткен болатынмын. Қызымыз екеуміз барып алып келген. Мен сіздерге мынандай Mandala Sparkle деген
матокты көрсеткен болатын. Осындай бір мандала спаркл жібінен мынандай сумка тоқыдым. Мынандай цепочканы жай өзін ғана тағып қойсам, бір түрлі бір жараспайтындай көрінді. Сол үшін мына цепочканың орталарынан мынау жіптің өзін өткіздім. Осындай телефонға арналған сумка тоқып шықтым. Сен естеріме жоқ па? Міне осындай кішкентай телефонға арналған сумканы бір күн бойы тоқыдым ғой. Кейде болады осылай бір күнде 2-3 үлкен ойыншық тоқып бітіре аламын, киімімен, аксессуарларымен. Ал кейде осылай ауырып, мазам болмай, я болмаса тоқуға андай желание болмай қайған кезде осындай кішігірім изделияның өзін тоқуға бір күн уақытым кетеді. Осы сумканы тоқуға мынандай матоктан осындай ғана қалды ғой. Кішкене ғана қалды. Переходтары міне. Негіз переходтары көрінеді екен. Мен андай плавно кетема деп ойлаймын, бірақ жоқ. Прям көрініп тұр переходтары. Міне осындай сумка тоқыдым. Мына жерінде кнопкамен. Осылай. Осы қосылымда осы сумканы көрсетуге кірдім сіздерге, және тағы да бұл жіптен кішкентай бір брелок тоқыдым. Қазір мен сіздерге оны да көрсете кетейін. Міне, мынандай кішкентай брелок. Негізі ол мынау киттің схемасы бойынша тоқылған. Размерін көріп тұрсыздар ма, қандай разница. Мынау плюшевый жіптен, мына жіптен екілік крючокпен тоқылған. Мынау сумка тоже екілік крючокпен тоққан. Бұны мен негізі 3,5-мен тоқып бастадым. Негізі бұл жіп кәдімгідей қалың. Бірақ 3,5-мен тоқылғанда сумканандай бос, расхлябисті болады, сондай жұмсақ болып шықты да. Мен именно қатты формасын ұстап тұратын сумканы қаладым. Сондықтан тығызырақ тоқу үшін екілік крючокпен тоқып шықтым. Екінші размер крючокпен тоқылды. Мына ойыншықта сондай крючокпен тоқылған. Және маған бұл жерде білмеймін не екен, как будто учашка жасалған сияқты көздері бетіп кіріп кеткен болып тұр да. Және мына жіппен тоқылған кит маған мүлде ұнамады. Бірақ білмеймін, как говорится, на вкус и цвет. Может, біреулерге ұнар. Мынандай карабин тағып қойдым. Міне. Мынандай бір целый матоктан кішкентай осындай брелок. И міне мына сумка. Мен содан қалғаны мынау. Білмеймін, мынандай тағы да екінші китқа жететін жер. Болды. Басқа ештеңеге жетпейді мына жіп. Совсем аз қалды. Мына мандала спаркл эклад деген жіптен 100 граммда 300 метр. Мына жақта наклейкасында жазып тұрғанда 80 грамм деп жазылып тұр. 80 грамм 124 метр деп тұр. Мына жақта 100 грамм 300 метр деп тұр. Қайсына сенеміз? Білмеймін. Ал мына жіптің өзінде мынандай этикеткада осылай жазылып тұр, және мында цветі жазылып тұр, бірақ мынандай наклейка жоқ. Байқап тұрғаныздар. Мынада мысалға мен цвет номерін көре алмайым. Мынаны жабыстырып тұр. Бұны ашсам, ол жыртылады, бәрібір көрінбейді. Мынау көктің цветі. Мына color 313. Мандала спаркл эклад. Мына жіптің color 313 егер алғыларыңыз келсе. Leon бренд Yarns. Бұл да турецкий жіп. Мында жазылған міне. Made in Turkey. Пока осы қосылымда осы. Мынандай кішкентай кит және сумка. Тағы да басқа нәрселер тоқып болған кезде. Именно результатымен көрсеткім келеді мен сіздерге қызық емес шығар, мен тоқып жатқаным. Сондықтан результатын көрсетуге тағы да қосылатын боламын. Пока осы. Тағы да кішкентай қосылым. Маған жаңа Веберстан курьер келді.
Менің жіптерім келді, соғар сізге көрсеткім келіп тұр. Мына Lavita ярым велюр. Бұл жіпті мен заказ бермегеніме біраз уақыт болған. Осындай жіп алдым. Және көздер заказ берген болатын. Мынау қателеспесем 18-ші размері ма, сондай. Міне көздер бірден мынандай креплениясымен, радужкасымен бірге. Мына упаковкада 5 моток Lavita велюр. Мен қоңыр жіп көп болды. Кешегі Артемнан алып келген жіптің арасында да мен сізге қоңыр плюшевый жіптер көрсеткен болатын. Міне тағы да доставкадан келіп тұр. И мынау жіп өте қазір көп YouTube тоқыма блогерлерде көріп жүрмін. Прям популярны болып жатыр. Сосын алып көргім келді. Бұл жіппен негізі тоқып көрмегенмін. Қазір сізге ашып көрсетейін. Қандай жіп екенін, бәлкім біреулеріңіз естіген боларсыздар. Міне Astra Selena Color. Мынандай жіп. Бұны бірінші рет алып тұрмын. Бірінші рет тоқиын деп тұрмын. Цвет 06, розовый. Бұл, по-моему, жоқ, российский емес екен, Китай дейді. Производство Нигбо. Нанфан Китай дейді. Міне, осына 2 моток. Бірден 2 моток, 2 жіптен сатылады екен. Осы 2 жіп, по-моему, қателеспесем 3640 теңге ма, сондай болды. 2 моток, 3640 болды. 2 моток жіп, 2 моток плюшевый жіпке 3640 теңге қымбат па, әлде нормально ма, қалай ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Міне мен жаңа келген доставкам көздер Lavita велюр и Selena. Енді бұлардан ойыншық тоқып болғаннан кейін, я болмаса, может, басқа нәрсе тоқырмын, пока білмеймін. Тоқып болғаннан кейін результатын көрсетуге тағы да қосыламын. Тағы да сәлеметсіздер ме? Бұл келесі қосылым. Мен өзім не жасап жатқанымды көрсетейін етейін дедім. Қолымда камераны ұстап тұрып. Мынандай ойыншық тоқып жатырмын. Бір аяғы дайын, 2 қолы, екінші аяғын тоқып жатырмын. Ярнард Дольчеден. Міне. Color 747. Осы ойыншық дайын болған кезде көрсетемін. Қазір міне тоқыма блогерлерді қосып қойып көріп жатырмын. Көбінесе әрине орысша. Көбінесе болғанда почти бәрі орыс тілінде. Өйткені білмеймін, мен YouTube'да әлі мен секілді ойыншық тоқитын, бірақ қазақша блогерді көрмедім. Бәлкім бар шығар, егер білетін болсаңыздар комментарийге жаза кетіңіздер. Қазақ тілінде тоқыма жайында блог түсіретін YouTube блогерлер бар болса айта кетіңіздер. Мен міндетті түрде ол каналды кіріп, қарап шығамын. Өте қызық болар еді. Бірақ мен әлі көрмедім. Тек орыс тілінде, басқа түрік тілінде бар, ағылшын тілінде тоқыма блогерлері өте көп. Ал қазақ тілінде именно ойыншық тоқитынмен айналысатын блогерді әлі өкінішке орай көрмедім. Бар болса жаза кетіңіздер. Ал әзірше осы ойыншық біткеннен кейін тағы да қосылып сіздерге көрсете жатамын. Тағы да кішігірім қосылым, және осы қосылыммен мен осы влогты, вяза влогты, тоқыма влогымды аяқтайын деп отырмын. Өкінішке орай бұл влогтың түсірілу барысында мен өте аз тоқыдым, тоқуға мүлдем уақыт болмады, бірақ осы қазір сіздерге не тоқығанымды көрсетіп, осы влогты аяқтайын деп отырмын. 10-нан бүгін 15-15-не дейін тоқыған бұйымдарым аз болды, бірақ сіздерге бұл влог қызықты болды деп ойлаймын. Бұл влогта распаковкада болды, тоқыма не тоқып жатқанымды да көрсеттім. Сондықтан сіздерге қызық болды деп ойлаймын. Ал мен сіздерге қорытындылап не тоқығанымды көрсетіп кетейін. Ол әрине бірінші нада брелок тоқыған болатынмын.
және де бұған дейін сіздерге айта кеткен болатынмын, бұл брелок маған ұнамай қалғанын, өйткені бұл менің схемам. Плюшевый жіппен тоқыған кезде сүйкімдірек көрінетін секілді мен үшін. Екінші тоқыған бұйымым ол міне мынандай сөмке. Телефонға арналған сөмке. Ол сөмкенің екіншісін қазір бастап кеттім тоқып. Мына жіптің қалғаннан бастадым. Бұл біткен кезде келесі маток пряжаны осыны қосатын боламын. Екінші сөмкені тоқып бастап кеттім, соны айта кетейін деп отырмын. Өйткені бұл сөмкені мен қыздарыма бермекшімін. Бір қызыма дайын десем болады. Екі үлкен қызымда телефон бар әрине. Кішкентай қызым небәрі 6 айлық. Енді екінші қызыма да телефон салатын сөмкені тоқып беру ойда бар, оны бастап кеттім. Ал одан кейін тоқыған бұйымым ол міне мынандай ойыншық. Мынандай қонжық. Осындай жилеткасымен, капюшонымен. Жилеткасы мынандай кнопкамен қыстырылады, жабылады, ашылады. Бұл ойыншық дайын. Бірақ мен бұған тағы да сумкасын тоқығым келіп тұр. Алдында мен сіздерге көрсеткен аю пілдікіндей сумка брелокпен тоқып осы аюды толықтырғым келіп тұр. Және де айта кетерім, мына аюды толығымен тоқу үшін мынандай Ярнар Дольче деген жіп целый бір маток кетті. Қалғаны міне мынау ғана. Осындай кішкентай жіп қана қалды. Мына осындай аюды тоқуға толықтай бір маток жіп кетеді екен. Міне. Және кофточкасы Ярнар джинс жібінен тоқылған. Осындай. Көздері на безопасном креплении 16 мм. Осындай грустный мишка. Егер сіздерге бұл аю ұнаған болса, бұл аюдың мастер-классы керек болса сіздерге мастер-класс жасаймын. Ол жайында комментарийге жаза кетіңіздер. Артық фондағы дауыстарға мән бермеңіздер, ол менің қызымның дауысы, ол ойнап жатыр. Ояу жатыр. Ұйықтатып барып видео түсірейін десем, мүлдем ұйықтайтын түрі жоқ. Ал видеомды түсіріп сіздерге қорытындысын көрсеткім келіп тұр. Міне мында мен екінші матокты да дайындап қойдым. Тағы да көздерді дайындап қойдым. Мына жіптен де тоқу ойымда бар. Осындай бір қонжықты. Осымен сіздермен қоштасамын. Влогым сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Как говорится, орысша, не судите строго. Бұл менің бірінші вяза влогым, тоқыма влогым. Міне, егер сіздерге мынандай қонжық, я болмаса мынандай сөмкенің мастер-классы керек болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен с удовольствием сіздермен бірге тоқитын боламын. Бұл влогты қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Осымен сау болыңыздар.